Хабар агенттігінің тапсырысы бойынша Жевис ұсынады. Бармысың қартым, бармысың қазарым, қазарда болып толқыдың, атырауда болып ернеуден астың, енді міне Каспий боп тынып жатсың. Жұрт мені қарт Каспийге теңейді. Қош, бірақ қарайған халық алдында тұңғиық қартпен теңесем деуін әкөстік болар. Олай деуім ақсақалдығымасын. Ақсақалмын. Ұлы даланың қара баласы едім. Ал қазір қарапайым ғана ақсақалмын. Мен қарапайым қарттарды сүйем. Не деген кермет. Не біледі осы жұрт, не біледі. Бабалардың баласы қариялар сиреп бара жатқандай көрінеді. Сақалыңнан айналдым, қарт бабалар. Ұрпағыңа не айтасың, артта қалар деген екен. Бізден бұрын өткендер. Осы сөзімен ақ олар сонау бабалардан келе жатқан аманатта өздерінен өткізіп мына бізге артып отыр. олар өз кезегінде жетер жеріне жеткізіп кетті. Ендігі кезек бізде. Мына көк теңіздің тылсымына қараймын да терең ойға амалам. Көп қорқытады, терең батырады деген бар. Менің мөңкебейім айтқан сан сауалдың біреуі, солардың барлығын қарапайымдылық тереңіне батыру, ізет толқынына көму, кішілік пен ақпейіл ағысына шайып алу. Ұл мен қыздың есерленіп ежірейуі, келіннің беттен алып кекірейуі, әйелдің өз қасиетінен айырылып, еркектің базаршы, хам, қазаншы болып кетуінің өзінде мойыстық пен көр көкіректік жатыр. Ал оның дауасы қанша жерден әулие абыз, асқан данышпан болсаң дағы қарапайым болу. Мына қарт Каспийде қарапайым болған қандай керім. Бірақ ол осында екен деп бұл қартты басынған біреу бар ма жалғанда? Міне қандай сес, міне қандай құдырет, бірақ бәрі қарапайым. Бар қасиеті мен құдыретін ибасының ұясына жасырып жатқан осы қартқа тартсаңдар, онда келешекке үрейсіз қарауға болады. Міне маған қараңдар. Мен де тегіме тарттым. Кішілік пен
қарапайымдылық қағидатын аттамадым. Қазыналы қазақ қариясының болмысы осы. Бұл біздің қасиет. Ойлап тұрсам ау дүние, шолақ екен-ай, бір-біріне адамдар қонақ екен-ай. Sure.